Bismillah, assalamu alaikum. Armistlar Қазақ елі шықты. Алдарыңызда дәрігер Жұмадан Жарқынбек болды. Түркияда Стамбул шаһарынан сөйлеп тұрмыз. Алдарыңызда әлемдегі ең кішкене теңіз Мәрмәра теңізі. Түркия туралы сөз бола қалса, ең әуелі Алматының көшесімен, базарларындағы түрік донері мен көгілдір экранды қаптаған түрік сериалдарындағы Стамбул шаһарының көз сүріндіретін қала көркі көз алдымызға келетіні белгілі. Қазақстан туристерде әлемдегі ең маңызды туристік елдердің қатарында 6-ші орында тұратын Түркия еліне көп келетіні де баршамызға анық нәрсе. Жоғарыда айтқандарымыз Түркияға қатысты аз ғана мәлімет болады. Жақсының жақсылығын айт, мерей тасысын демекші, Қазақстан ең алғаш тәуелсіздік алған кезде ең бірінші болып құттықтау айтқан осы түбір Түркия елі еді. Соңғы кезде Даулы Қарабақ мәселесіне байланысты да өздерінің тағы бір түркі тілдес бауыр Әзербайжанға да сөзімен де ісімен де орасан зор қолдау көрсетіп, Әзербайжанның Армения зорлықпен басып алған біраз жерін қайтарып алуына үлкен ықпал жасағанына да мәлім. Осыдан біраз уақыт бұрын Түркияның Измир қаласында үлкен жер сілкінісі болып, елбасына ауыр дәрежеде шығындар тудырғанына осы арада Алла жеңілдігін берсін деп айтқым келеді. Ал бүгін біздің тілге тиек етейін деп тұрған тақырыбымыз Түркияда қарыштап дамып келе жатқан тағы бір сала медициналық туризм саласы. Лекцияны бастамас бұрын сіз біздің арнамызға тіркелмеген болсаңыз, алтын саусағыңызбен тіркелу түймешігін түртіп каналымызға жазылыңыз. Әрі құнды ақпаратқа толы болған осы лекциямызды әлеуметтік желілерде көпшілікпен бөлісуді ұмытпаңыздар ағайын. Ендеше ары қарай соңына дейін құнды ақпаратқа толы осы лекцияны тыңдауға әрекет жасаңыз. Медициналық туризм дегеніміз аты айтып тұрғандай еміздеп шетелге шығу болып табылады. Денсаулық сақтау министрлігінің сандық мәліметі бойынша осы салада ақш, неміс, Тайланд, Индия елдері алдыңғы 4 мықтының қатарынан орын алса, Түркия елі әлемде алдыңғы 5-ші орынға жайғасқан. Халықаралық медициналық туризм журналында Түркия алдыңғы 3 мықтының қатарына кірген. Орта айтқанда Түркия медициналық туризм саласында өз орнын ойып отырып алды деуге болады. Соңғы жылдары еміздеп шекара асып, Түркияны келгендердің саны 3 миллионнан асқан. Еуропа, соның ішінде Англия, неміс елдері, Орта Шығыс, Ресей, Орта Азия елдері, соның ішінде Қазақстанда бар, Түркияға ауруына шипа іздеп келгендер қатарында. Шетел асып, еміздеушілердің көбі Стамбул, Анкара, Анталия сынды қалаларға ағылған. Ендеше қандай артықшылықтары себепті Түркия осыншама көп сандағы шетел азаматтарын өзіне баурай алды деген сұраққа жауап берер болсақ, ең әуелі озық емдеу әдістері Түркияда. Түркияда GIC тарапына сертификат алған емханалардың саны 35-ке жеткен. Бұл арада GCI-ға түсініктеме бере кетсем, Joint Commission International халықаралық медициналық денсаулық сақтау органдарының біріккен комиссиясы деп аталатын бұл ұйым халықаралық ең жоғары стандарттағы емханаларға сертификат береді. Түркияда 35 емхана осы ұйым тарапынан сертификат алған. Атап айтар болсақ, Анадолу медициналық орталығы, Стамбул мемориалдық емханасы, Стамбул Сема емханасы, Медикал парк емханасы, Стамбул Acıbadem халықаралық емханасы сынды жеке емханаларды айтуға болады. Бұдан басқа үкімет қарамағындағы емханаларда да өзінің озық емдеу әдісі, заманауи емдеу құрылғылары және білімі жетік, кәсіби деңгейі жоғары
дарындылармен жасақталған медициналық мамандар кез келген уақытта жоғары деңгейдегі сапалы ем жүргізуге сақадай сай тұр деп айта аламыз. Түркия медицинасы жүрек қан тамыр аурулары, сүйек аурулары, нейрохирургия, онкология, ауыз қуысы аурулары, көз аурулары, ағза ауыстыру отасы сынды саладағы жарқыраған жетістіктермен осы саладағы халықаралық мамандардың алқауына ие болып, өздерінің деңгейін мойындатып отыр. Сосын жоғары деңгейдегі сапалы емнен бөлек төмен бағадағы емделу ақысы да науқастарды бірден өзіне баурайды. Мысалы айтар болсақ, ақш-та жүрек клапандарына арналған отаның құны $47,000 болса, ал Түркияда небары $5,000 ғана тұрады. ақш-пен салыстырғанда 9 есеге арзан. Үшінші артықшылығы, ауруды емдеу үшін кезекке тұру мерзімі мүлдем жоқ деп айтуға болады. Мысалға, Еуропа елдерінде себуын ауруына арналған отаны жасату үшін 18 ай кезекке тұру керек болса, Түркияда тек 2 апта күтсе ғана болады. Бұдан бөлек ең маңызды қара көз қазақ үшін алып айтқанда түбір түрік халқы ділі де бір, діні де бір, көшеде бір түрікке бұрылып бір жер сұрасаңыз, қолыңыздан жетектеп сұраған жеріңізге апарып қоятындай мейірімді жандар көп. Тіл жағынан да қатты қиналып кетпейсіз. Егерде емдеу қаражат жағынан қиыншылық болса, үкімет қарамағындағы емханаларға көмекке жүгінуге болады. Сол емхананың әкімшілігімен жолығып, нақтылы жағдайды толыққанды түсіндіріп, емдеу қаражатын азайту жөнінде өтініш айтсаңыз, ол жағынан да көмектерін аямайды. Адамнан қайтпаса да Алладан қайтады деген өмірлік пәлсапаны ұстанған халық қой. Сондықтан да жоғарыда айтылған түйіндерді назарға ала отырып, егерде Қазақстанда емдеу мүмкіншілігі жоқ, немесе емделуі қиындау науқастар үшін қаражат жағынан тапшы болған жағдайда, үкімет қарамағындағы емханалардың көмегіне жүгінгеніңіз абзал болады. Себебі вакиф деп аталатын қор сипатындағы ұйымдарға мұсылман миллионерлер өздерінің зекетін бөлу мақсатында немесе қайыр жасау ниетінде ақшасын сол ауруханалардың фондына аударып отырады. Бәлкім сол қаржыдан сізге емделуге қажетті қаражатты бөлуді қарастыруға мүмкіндік бар. Ал егерде қаражатыңыз қиыншылық тудырмаса, жекеге тәуелді ауруханаға емделуге барсаңыз болады. Соңында айтарым, Қазақстан денсаулық сақтау министрлігі Түркия денсаулық сақтау министрлігімен болған байланысты нығайтып, екі ел арасында медициналық кадрлерді ауыстыру жұмысын жиі жүргізіп, нәтижесінде Қазақстан дәрігерлерінің біліктілігін арттырып, медицина саласын жалпы беттік дамытуға күш салса, Қазақстанда медицинасы дамыған елдер қатарына ертерек қосылса деген асыл арманымыз бар әрине. Алла сол күнді көруге баршамызды ертерек нәсіп қылғай. Ағайын, келесі эфирде кездескенше аман сау болыңыздар, ел аман, жұрт тыныш болсын. Ауырмаңыз ағайын.